Келесі бізде маңызды тақырыптардың бірі ол экстрасистолия. Экстра жылдам, систолия жиырылу деген мағынаны білдіреді, яғни уақытынан бұрын жүректің жиырылуы. Оны біз ЭКГ-дан сразу көре аламыз. дөрекі түрде QRS комплексі көрініп тұрады. Олардың структурасы компенсаторлы пауза, яғни полный, неполный деп қойылады. Полный болған кезде, яғни екі РР-дан аралық кейін болады, интервал, иә. Енді оларды біз қарайтын болсақ, монотопты, политопты және де олардың кездесуіне байланысты көбінесе біз холтерде санаймыз, неше экстрасистолия кездеседі деп. Әрбір екінші QRS-тегі өзгеріс экстрасистолия бұл бигемия деп айтылады. Каждый третий это тригемия, ал әрбір төртінші үшеуден кейін пайда болған ол квадригемия деп айтылады. Кейде осылай төртеу болып тұрғанда біз куплет деп атаймыз, бұл уже жытыға ұласуы мүмкін. Яғни қауіптілігі бар. Енді оларды біз айтқаны наджелудочкой, желудочкой, экстрасистолия оларды ЭКГ-да тоже ажырату оңай. Яғни бұл жерде QRS комплексі ондай расширение емес. Қазір мен сіздерге желудочка көрсеткен кезде ол сразу көрінеді. Нормальный QRS болады, ал ПТШ-сінің өзгерісі болады. Отрицательный сияқты осындай өзгерістер болады. Видите, өзгерістерді сразу көре аламыз. Ал желудочкой осындай кең QRS-пен сразу көзге көрінеді. ПТШ-сінің болмауымен QRS-ның арасын есептегенде 0,12 немесе 0,20-дан жоғары болады, және компенсаторлы пауза полная болады. Кейде мұнда неполный болатын болса, ал желудочкой полная болып кеседі. И біз оны анықтауымыз керек, левый немесе правый екен. Если бірде осындай кең QRS-тің осындай формада екенін көрсек, бұл левый болып саналады, ал В1-де осындай көрініс, экстрасистолияның көрінісі правый желудочковый деп айтылады. Енді біз оларды классификациясын қойған кезде, егер де ИБС жаңағы ХКС пациентте болатын болса, біз РИАН бойынша қойыламыз, ал тоже Лоун Волфта қолданылады. 1975 жылдар шығарылса да, әлі күнге дейін бұл актуальна болып саналады. Сосын сағатына қанша екендігін санау маңызды. Жаңа айтқандай бигемия, полиморфный деген түр бар, экстрасистолия, тоже экстрасистолия, мысалға түрлері әртүрлі болса, полиморфный деп айтылады. Қазір тағы мысалдардан көретін боламыз. Екеуі егер қатар орналасса, оны парный деп айтады, оны тоже қазір көреміз, экстрасистолияларды. Біз оларды диагностика жасағанда өте маңызды, жүрек ауруларын сұрағанда, осындай АГ, ИБС, ХСН, сахарный диабет, ХОБО, қосымша аурулары, немесе одан бөлек қандай факторлар әсер етуі мүмкін, барлығын сұрайтын боламыз. Және де туысқандар арасында жүрек аурулары мен внезапный сердечный смерть болды ма пациенттерде, немесе қандай да аппарат тағылады ма, оның барлығы сұралады. Дефицит пульса, мысалы, ол пациент тексергенде өте маңызды. ЧСС, давление, мысалы, дефицит пульса көбінесе фибрилляция кезінде біз көреміз. Сосын анализдер өте маңызды. ЭКГ және де холтер ЭКГ паузалар санаған кезде, мысалға, жаңағы синдром слабости узла болуы мүмкін пациентте, немесе экстрасистолияларды санаймыз. Барлығы және де КТ және де анализдер жүргізілетін болады. Емін келетін болсақ, жалпы аритмиялардың емінде пациенттерде амидарон, лидокаин сияқты препараттар жиі қолданылады. Неотложный помощьта, амидарон 50 мг болады, ампуласы, үшеуі мысалы 150 болып саналады, ал мұнда болюсны 300 мг и повторно әрбір пациентке индивидуальный салынатын болады. Лидокаин сияқты препараттар неотложный болмаса жиі қойылады.